Ассалаумағалейкум, құрметті Тұран ТВ телеарнасының көрермендері, кезекті подкастымыз. Бүгін бәйге туралы сөз қозғаймыз. Арнайы студиямызға қонағымыз келіп отыр. Алматы облысы бәйге федерациясының атқарушы директоры Елдар Жақыпбек мырза. Елеке, қош келдіңіз. Арнайы шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге мыңда бір рахметімді айтам. Қош келдіңіз. Қал жағдайыңыз жақсы ма? Шүкір Аллаға, жақсы. Өздеріңіз қалайсыз? Жақсы, шүкір аман. Сен Елеке, енді әуелгі сөздің әлқиссасын осы бәйге федерациясы туралы бастасақ. Бұл федерациядағы жалпы қызметі туралы толыққанды айтып өтсеңіз. Енді бәйге федерациясы туралы айтатын болсақ, жалпы Алматы облыстық бәйге федерациясының қазіргі таңда бізде президенті, басшысы дейміз, қазақша айтқанда басшысы Нұрым Орынтайұлы Қырғызбай деген бауырымыз. Сол Нұрым бауырымыз қолға алғалы бұл бәйге федерациясының 3 жылдың жүзі болды. 3 жылда сол Нұрым бауырымыздың басшылығымен біраз дүниелер атқарылды. Оны ауыз толтырылып айтатын болсақ, мәселен, біріншіден бізде облысымыздың әр ауданында федерациялар құрылды. Федерациялар құрылып, бұл жердің өзінің әр аудандық федерациялар президенттер тағайындалып, әр ауданда сол аудандық федерациялардың төрешісі бар, ақсақалдар алқасы бәрі құрылды, бекітілді. Сол нәтижесінде қазір жұмыстар атқарылып жатыр. Жұмысымыз нәтижесі де жаман емес. Мәселен, былтырғы көшпенділер ойыны дейміз, дүниежүзілік көшпенділер ойынында 5-ші біздің облыстан барған аттар жүлделі орындардан көрінді. Мәселен, ауыз толтырып айтатын болсақ, Айғабақ есімі бар, Балқаш ауданы, Арқанас ауылында Сапарғали Сәтбаев атамыздың Айғабақ есімі тұлпары аламан бәйгеде топ жарып 1-ші орын алды. Өздеріңіз көрдіңіздер, көп болдыңыздар. Одан бөлек жаңа топ бәйгеге шапқан шабандоз да біздің Алматы облысының баласы, Ақтерек деген ауылдың жігіті. Санжар Сержан Бақтыбай деген баламыз. Сол екі баламызға биылғы жылы осы бәйге спортынан спорт шебері деген атақ алып беруге жұмыс істеп жатырмыз. 2 жылдың көлемінде Алматы облыстық бәйге федерациясы 4 шабандозға бәйгеден Қазақстан Республикасының спорт шеберіне үміткер деген атақты алып берді. Және бәйге тарихында болмаған деп айтсақ болады. Болмаған тағы бір жақсы жаңалығымыз, Алматы облысындағы 2 шабандозға Абзал Тұрғанбек және Абзал Тұрмыс деген 2 шабандозымыз бар. Сол 2 шабандозға жаңа бәйге спортынан спорт шебері деген атақ берілді. Орысша айтқанда мастер спорта дейді ғой. Ол істеп отқан жұмысымыздың себебі бұл бәйгедегі шабандоздар салмақ өскеннен кейін көп жағдайда еңбектері еленбей сыртта қалып қояды. Көп шабандоздар көп жағдайда сабағына қатты көңіл бермейді, спортқа көңіл бөліп кеткеннен кейін бұл балалар жаңа 9-шы сыныптан кейін, 11-шы сыныптан кейін спорттық колледждерге немесе университеттерге түсетін болса, спорт шебері болмаса спорт шеберінің үміткерден атап кішкене болса да септігін тигізеді-ау деген мақсатпен осындай жұмыстар істеліп жатыр. Федерацияның нақты қандай жоспарлары бар? Не өзгеріс алып келетін ойларыңыз бар? Елімізде қолтума жылқыларды бәйгесін дамыту қолға алынып отыр. Яғни қолтума дегеніміз өзіңіз білесіз, Қазақстанда туылған жылқылар. Оның жасап отқан бір себебі жаңағы бізде көбіне бәйгеге ат шаптыратын кісілер сырттан ат көп алып келеді. Сөйтіп Қазақстандағы жаңа шаруалар дейміз, болса селекционерлер дейміз, сол аттың тұқымын өсіруді қолға алмай кенжелеп кетті да. Сол қолтума жылқылар қолға алынса, болашақта тек қолтума жаңа жылқылардың бәйгесі болса деген жоспарлар бар. Негізі нақты бір саны бар ма сіздерде, бір деректер? Осы біздің Қазақстанда қазір қанша асыл тұқымды аттар, қолтумалар деген секілді жалпы жіктелген? Нақты әзірше бізде жоқ, бірақ жаңағы Еркелеу Салтыбалдиев деген ағамыз бар. Ол кісі қолтума жылқылардың құжаттарын жасаумен айналысқан, өзінің жеке жаңа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің негізінде. Сол кісіден бір сұрағанымызда 3000-ға жуық қолтума жылқы бар деп айтқан. Жалпы ол жаңа бәйге саласындағы ғана, бәйге саласына қатысты. Енді солар бәлкім құжаттандыру мәселесі дұрыс жолға қойылса, мәселен, сол қолтума жылқыларға көптеп көңіл бөлінсе, өзіміздің былайша айтқанда
отандық бренд дейміз ғой, отандық қолтума жылқыларымыз пайда болып, жаңағы басқа сырттан келген жаңағы жылқылармен қатарласып бәсекеге түсіп деп айтуымызға болады. Мәселен, былтырғы Республикалық бәйге федерациясының чемпионатының финалында ақтық мәресінде жаңағы Алматы қаласында өтті. Сол жерде Орокси деген қолтумағынан импорт, шетелден келген қолтума құнандармен, шетелден келген құнандармен қатарлас шауып келіп, бірінші орын жеңіп алған. Кімнің баптауында, қай жерде? Ол Нұржігіт Табылдиев деген бауырымыз баптауымыз Алматы қаласында. Жалпы қолтума жылқыларды дамытып қолға алсақ, ол үлкен жетістік деп айтуымызға болады. Қазіргі таңда мысалға бізде қолтумамен айналысып отқан кісілер жоқ деп айта алмаймыз. Мәселен, Қордай ауданында, Жамбыл облысында Айдар Нұрмағамбет деген ағамыз бар. Қолтума жылқылармен айналысып отқан. Ол кісілердің жаңағы қорасынан шыққан дейміз ғой, биесінен түскен жаңағы тайлары, құнандар қазір өзінің нәтижесін беріп жатыр. Оның алдында былай айтатын болсақ, Орынтай Әмірғалиев ағамыз бәрі біледі. Орынтай ағамыздың қорасындағы жылқылардың біреуі шетелден келмеген. Бәрі өзінің қолтума жылқылары. Қызғалдағы, Ақпаны болсын, басқасы болсын, бәрі өзінің қолтума жылқылары. Тек қолтума жылқымен айналысқан кісілер. Шамамен қанша жылдай уақыт болып қалды ол кісінің? Орынтай ағаның жалпы ат саласында жүрген, көкпары бар, бәйгесі бар, жүргенде 40 жылдай болып қалды. Жалпы негізі. Жақсы. Өздерінің қолтумалары ұстап отқан қолтумалары бар бірнеше. Жоқ, қанша жылдан бері ол кісі енді жатыр? Қанша жыл? Бәйге саласында қай жылдан бері содан бері бастап қой. 96 жылдан бері деп айтатын болсақ, жалпы Айтұмардан бері қарай. Айтұмардан бері қарай деп айтсақ ғой, жалпы. Айтұмардан бері қарай сол қолтумамен айналысып кеткен азаматтың бірде-бірі біздің Алматы облысында деп айтсақ қой. Сол Орынтай ағамыз қазір таңда. Және де бізде демек осыдан ары қаратай мен сұрап отқаным қанша жыл деп, селекциялық жұмыс өзіңіз айтып отқан қолтумалар енді бұл жылдарды қажет ететін үлкен бір сала ғой, негізі ғылым араласатын. Осыдан ары қаратай алып кететін болса, бір кешегі күнде айтып жүрген 300 жылдық Американың 7 атасы жазылған, біздің 7 атамыз шежіре жазылғандай, Американың да 300 жылдан астам келе жатқан әрбір жылқының линиясы жазылады ғой. Дәл сол секілді бізде қазір шежіре жоқ та жылқылар. Қайсысы кімнен келе жатқаны түсініксіз болып жатыр. Өте орынды сұрақ ол. Дәл солай алып кететін болса, мысалға, бұл ертең тарихта қалатын. Өте орынды сұрақ. Осы жаңағы 7 атасы деп отырмыз, жаңағы линиясын білу үшін, Қазақстанда туылған қолтумалар линиясын білу үшін Алматыда бізде асыл тұқымды жылқыларды тіркейтін арнайы палата бар. Сол палатаға тіркеледі. Ол федерациядан бөлек па? Федерациядан бөлек. Ол федерацияға қарамайды, ол палата өздері бөлек. Кәдімгі сертификаты бар. Бұл кісілер мысалға сіздің қолтума жылқыңыз мысалға Қазақстанда туылды ғой. Қазақстанда туылды, бірақ оның әкесі мен шешесі бар. Әкесі мен шешесі белгілі де, бірақ ары қарай түп атасы дейміз ғой. Түп атасы белгісіз болса, жаңа аттың жалынан болмаса құйрығынан қылшығын алып, Еуропаға ДНК сараптамаға жібереді. Жібереді де, сол бізде көбісі жаңағы жүректердің көбі шет мемлекеттерден келген, Еуропаңыз бар, Англияңыз бар деген сияқты. Сол жақтан жаңағы орысша айтқанда запросын жібереді, өтінішін жібереді, қылын алып, жалын алып, соны жіберіп, сол жерде олардың өздерінің базасында сақталған екен. Кім мынаның әкесі кім, шешесі кім, кімнен тараған, қайдан тараған. Соны нетіп, түп атасын беріп бір бізге осы Қазақстанға жібереді. Жаңағы сондай құжаттандыру мәселесімен айналысқан жаңағы бір ғана әзірше ұйым бар бізде. Жаңағы асыл тұқымды жылқылардың жаңағы тіркейтін. Енді қазір таңда енді осы бәйге федерациясының, Республикалық бәйге федерациясының жаңағы ұсынысы негізінде бұлар осы қолтума жылқыларға паспорт жасауды қолжетімді етіп отыр. Қай сұхбат болмасын, мен қанша атбегілерден сұхбаттасып жүрмін. Біздегі осы проблема ипподром, қолтума, осы проблемаға айналып келе береміз да. Қазір енді үлкен өзекті мәселен бір бұл ипподром болып тұр. Және де осы бәйгені қаржыландыру мәселелері. Жалпы осы туралы айтып өтсеңіз.
ипподром мәселесі өте өзекті мәселе. Өйткені қазір таңда ипподромдың көбісі жекеге шығып кеткен. Мәселен, Алматының ипподромы жекенің қолында деген сияқты. Оның өзі тозығы жетті. Қазір былайша айтқанда бізде халықаралық стандартқа сәйкес келетін ипподром, атшабар алаңы бізде жоқ. Астанада бар, Астана қаласында бар, бірақ оның өзі жаңағы дорожкасы дейміз, ол дорожкасының өзі кейбір атбегілердің айтуы бойынша стандартқа сай келмеген, кейде атқа шабуға ыңғайсыз болды дейді. Өйткені ана дорожкасы дұрыс жасалмаған дейді. Дорожкасына сондай керемет ат шабып тұру үшін жақсы күтім керек дейді ол. Евростандарт негізінде салынған ғой. Бізде одан кейін жаңағы ипподромдардың көбісі өзіңіз байқаған шығарсыз, бәйге барған кезде қоршауы темірден жасалған да. Негізі халықаралық стандартқа сәйкес ол пластиктен жасалу керек. Пластик тұрғыдан. Не үшін екен? Жаңағы бәйгеде талай көрдік, ат деген бұра тартып кетеді. Сол кезде бала аулайды, атып қойды. Сол кезде балаға да атқа да зақым келмеу үшін сондай қауіпсіздік шарасы негізінде жасалу керек. Бірақ биыл алла бұйыртса Алматы облысында Бесерке Агро деген атшабар алаңы бар. Сол жерде халықаралық стандартқа сәйкес ипподром ашылу мүмкін. Алматы қаласы ипподромы көшет деген сол жерге көшет деген жоспар бар. 1 мамырға ашылады деген жоспар бар қазір таңда. Ол жаңағы өзіңіз айтып отырсыз, қаржыландыру мәселесі. Бұл инвестордың, спонсордың, жеке спонсордың, демеушінің негізінде салынып жатыр. Бұл жаңа ипподромымыз ашылса, онда бұл үлкен жетістік болады біз үшін. Өйткені атбегілердің көбісі, бәйгеге ат дайындайтындардың көбісі осы Алматы облысы мен Жамбыл облысының төңірегінде өте жақсы дамыған ғой. Алматы облысында да, Жамбыл облысында да былай қарайтын болсаңыз, Жетісу облысында да бұл өте ыңғайлы болар ма деп ойлаймын да. Қазір мысалы чемпионаттар өтіп жатыр, жақында Шымкенттен басталды. Биылғы жылға 7 іріктеу кезеңі бар, мысалы үшін. Сол Қазақстанның 7 қалаларын деді. Ең біріншісі Шымкент өтті, екіншісі осы 19 күні келесі аптада Қызылорда қаласында өтеді. Бұл қаржыландыру мәселесі, бұл да жаңағы демеушілердің негізінде қаржыландырады. Ол мемлекет болмаса бір әкімдіктің тарапынан қаржы бөлінбейді. Неге? Өйткені федерациялар бізде қоғамдық бірлестік болып тіркелгендіктен, ол қоғамдық бірлестік былайша айтқанда өз нанын өзі тауып керек. Сол қоғамдық бірлестік өзі спонсор іздейді, жаңағы демеуші іздейді. Сол демеушілігінің негізінде бәйгелер өткізіліп жатыр. Енді Республикалық Федерацияның қазір президенті Қанат Шоғанұлы Көпбаев мырза келді ғой, 3-4 жыл болып қалды. Бұндай үлкен іріктеу кезеңдері бұрын соңды өтеді, бірақ жалпы көп өтпейтін еді. Қазір былтырғы жылы мысалға 10 іріктеу кезеңі, 9 іріктеу кезеңі өтсе, 10-шысы финал болса, биыл 7 іріктеу кезеңі 8-шісі финал болып отыр. Мысалы қазір енді әр былай есептеп болса, қарап отырсақ, жарнамалар шығып отыр ғой. Бір іріктеу кезеңінде сол жаңағы демеушілердің көмегінің негізінде 22 миллион 700 мың, 22 миллион 800 мың теңгеге дейін ақша бөлінеді. Спонсорлар, демеушілердің қолдауының негізінде. Ол бәйгелер қазір таңда енді белгілі бір мекеменің, болмаса облыстық әкімдіктердің, болмаса бір министрліктің қаржыландырумен өтіп жатқан жоқ, жеке демеушілердің көмегімен жатыр. Енді жалпы әкімдік тарапынан қолдау жоқ деп айтсақ өтірік болады. Біздегі мәселен Алматы облысында күнтізбелік жоспарға бекітілген бәйгелеріміз бар. Соған әкімдік тарапынан қолдау көрсетіледі. Атбегі халықтың сыйлы азаматы болған Жолан Омаров ағамызға арналған Жолан жерігі деген бәйгеміз жылда өтеді, республикалық бәйге. Соған да облыстық әкімдік тарапынан қолдау болады. Сондай-ақ 25-ші жаңа қазанда бізде не бар ғой, республика күні. Соған біз Алматы облысында 100 километр жаңа жорық бәйге өтеді. Оған да облыстық әкімдік тарап қолдау бар. Ол жоқ деп айта алмаймыз, бірақ енді бұл жерде қаржыландыру сондай көлемі үлкен емес десе де, ұлттық спортқа деген қолдау бар жалпы. Жакей мектебі деген бізден әр жерде бір естіп қалып жатамыз, бірақ бір нақты осы
балалардың болашағы, олардың мектепті қалыптастырып бір кәсіби деңгейде теориялық және де практикалық білімдерін алуға осындай бір мүмкіндік қарастырылған ба, бар ма? Өте орынды сұрақ. Жаңа Жаке мектебі не үшін ашылып жатыр? Жаңа біздің айтып отырмыз, балалар 5-6 жастан бәлкім 8 жасқа дейін бәйгеге шығуы мүмкін. 8 жастан кейін енді әр баланың салмағы әртүрлі. 40 килограммнан жоғарылағаннан кейін бұл балалар бәйгеден шеттетіліп қалатын осыған дейін. Енді биылғы бәйге маусымында Республикалық федерацияның қолдауымен ұшқыр бәйгелер кіргізілді. Ұшқыр бәйге дегенде, яғни орысша айтқанда гладкий скачкалар. Салмағы 40 килограммнан жоғарылап кеткен балаларды жаңағы Республикалық федерацияның әр кезеңіне отбор дейміз, әр кезеңінде ұшқыр бәйгеге кіргізіп соған шабады жаңағы балалар. Одан бөлек ұшқыр бәйгеге шығып жүрген балалар жаңағы Жаке мектебі дедіңіз Алматыда. Жаке мектебінде оқытылады. Ол жерде сіз жаңағы бұл балалар аттың үстінде былай отыр деген, бұлар біледі аттың үстінде қалай отыр дейді. Жалпы ұшқыр бәйгеге қалай шабу керек екенін сол мектепте үйретеді. Одан бөлек ағылшын тілі үйретеді ол балаларға. Себеп не? Себеп мысалға қазіргі бізде балалар бұрын бәйгеге шауып орын алсам бұл ақша алсам деген мақсатпен шабады болса, қазіргі балалар Бауыржан Мырзабаев сияқты осы мекенде шабады. Еуропада енді біздің көрермендеріміз бірі білсе бірі білмейді ғой. Бауыржан Мырзабаев мысалы сол жерде менің атыма шапса, аттың иесі міндетті түрде айтады екен, мысалы еуропалықтар, Бауыржан Мырзабаев менің атыма шапса, менің атым бірінші келеді дегенде тәмсіл бір түсінік бар екен. Енді ол өзі қандай деңгей осыдан аңғаруға болады. Жалпы енді гладкий скачкада естіп жатырмыз, көбіне сол шабандоздардың көбісі Орта Азия төңірегінен келеді дейді. Мәселен бізге былтыр Павлодар қаласында осы Республикалық бәйге федерациясының іріктеу кезеңінде жаңағы Кабирханды дайындап Уотсонның несі келді. Ассистент дейміз ғой. Сол келді де біздің балаларды атқа шапқан көріп таң қалды. Олар жайдақ шауып бара жатыр ғой дейді. Жайдақ. Астында ерте оқып жүр. Не жеңгі жоқ аяғына шабады. Олар қалай құламай отыр дейді, таң қалып отыр да. Сондай Алматы облысында жаңа Байсерке агрода арабтар не өткізді? 100 километр бәйге өткізді өздері. 30 қашықтағы бәйгелерге қаржы бөлуді қатты қолға алып отыр. Оның үстіне Қазақстанды қолға алып отыр да. Арабтар. Неге? Себебі бізде айтады өткенде. Сол жылды сөйлескенде айтады да. Біз бұл жерде қызып отырған себебіміз дейді, Қазақстанға келдің дейді. 100 километр бәйгеге шабатын адам бар ма десең, мен шабамын деп кете береді дейді. Қазақтар таң қалып кетті. Қазақтар, қырғыздар, Орта Азия халқының жігіттері таң қалып кетті. Ал Еуропаға барсаң, осы басқа мемлекетке барсаң, атқа мінетін адам таппайсың дейді. Бұл жаңа қызық қой. Бәйге ұзақ қашықтыққа, арабтар өздеріңіз білесіздер, ұзақ қашықтыққа көп бәйге өткізеді. Соның бірі мысалы былтыр бізде күзде өткізді олар. Қателеспесем, қараша айында өткізді ғой. Жаңағы Алматы облысында өздері қаржыландырады, жаңағы өздері ақша тігеді, жаңағы орынға ақша тігеді. Мысалы бірінші орынға былтыр олар Kia K3 деген машина тікті олар. Жақсы. Ол жаңағы балаларға мотивация болды. Ол жерде тек қана қазақтар шапқан жоқ. Қазақстаннан әлемнің түкпір-түкпірінен 7 мемлекеттен келді. Қателеспесем, Россиясы бар, басқасы бар. Қазір енді ұлттық спорт осы бәйгеде балалардың қауіпсіздік мәселесі қолға алынып жатыр. Осы туралы кеңірек өзіңіз тарқатып айтып өтсеңіз. Баяғыда мысалға қарап отырсаңыз, каска кию мысалы балалар. Баяғыда енді көбісі айтады ғой, мынау неге касканы кіргізіп жатыр? Сол биыл корсет кіргізілді. Шартқа міндетті түрде корсетпен каскамен шабу керек деген. Олардың салмағы қанша мысалы? Атқа да салмақ жоқ, түсірме керек. Каскаңыз мысалға қарап отырсаңыз, касканың салмағы жоқ қой жалпы. Касканың салмағы бір ары кетсе бір 300 грамм болатын шығар. Ал үстіне анау корсеттің салмағы біз өткенде біреусін өлшеп көрдік енді өзіміз қызығып енді. Ол балаға ауырмай ма, атқа ауырмай ма деп. Сондағы салмағы 500 пен 800 грамм арасында. Ол былайша айтқанда бала аттан құлаған кезде тұяқ тисе денесіне қорғап қалады деген. Каскадан мысалы, каскаға көп ел қарсы болды алғаш жылдар. Ой, не ол каска? Біздің жаңағы бабаларымыз каскамен шаппаған ғой, біздің бабаларымыз корсетпен шаппаған ғой деген дүние шығып отыр. Біздің бабаларымыздың кезінде
дәл бұндай жылдамдықтағы аттар болмаған шығар. Қазіргі аттардың жылдамдығы өте жоғары. Ол құлаған бала мысалға Қостанайда болды, үлкен бәріне не болды, сабақ болды. Қостанайда бәйге болды, Құнанбайды шауып келе жатқан бала құлайды. Құлаған кезде басында каска бар. Каскаға артында жатқан аттың тұяғы тиеді. Тура каскаға тиеді, төбесіне. Сол тас төбесіне, мысалға қақ төбесіне тиеді, бірақ касканың арқасында балаға ештеңке болмады. Мысал үшін да. Ал жаңағы корсет те сол үшін кіргізген соған дүние деп ойлаймын. Мысалы корсет бала құлады, топ болып шауып кеткен аттың арасында қалды, не істеді? Іш құрылыс оңайшылықпен қалпына келмейтін дүние ғой. Іш құрылыс аман қалу үшін. Іш құрылыс аман қалуына енді 100% не жоқ, кепіл жоқ, бірақ дегенмен де сол іш құрылыстың аман қалуына себепші болу үшін жасалып отқан дүние деп ойлаймын. Сондай-ақ қазір балалар жаңағы бұрынғыдай көшеден баланы алып келіп бәйгеге қоса салмайсыз. Баланы бәйгеге қатыстыру үшін менің балам шабатын болса, мәселен, мен баламды ата-анасы ретінде жаңағы бапкерге сен қосыру үшін нотариусқа барып, өз қолыммен келісім беремін, баламды бәйгеге шабуға келісім беремін. Заң түрде. Балам бәйгеде қандай да оқыс жағдайға тап болса, бар жауапкершілік бапкердің мойнында болады деп келісім жазып беремін. Келісімнен бөлек сақтандыру бар жазып. Біз ана көлік сақтандырамыз, сол сияқты денсаулық сақтандыру, денсаулық сақтандыру, жаңағы қауіп қатерден сақтандыру. Медициналық сақтандырудың бір қауіп қатерден. Бала аттан құлайды, бір жері майып болса, сақтандыру арқылы баланың денсаулығының өтелін төленеді. Жаңағы ауруханада жатқан дейміз, басқасы. Сондай-ақ бала бәйгеге шабу үшін ауруханалардан міндетті түрде денсаулығында ешқандай кінәрат жоқ деген анықтама қағазы алады. Бұрынғыдай кез келген баланы ала салып атқа шауып қызу деген жоқ қазір. Баланың қауіпсіздігі бірінші орынға қойып отыр қазір. Бәйге байғасы балаға үлесі қаншалық тиеді қазір? Әлде ол айлықпен келіскеніне байланысты ма? Соған керек. Әр спортта негізі былайша айтқанда кез келген бапкер көреді ғой, мына баланың мысалы күреске икемі жақсы екен. Бұл баланың күреске мен дайын деген сияқты ше. Мысалы бапкерлер ас бәйге болсын, той бәйге болсын, сондай бәйгелерге барған кезде мына баладан бірдеңе шығады ау деп ойлайды. Мысалы мәселен ше. Сөйтеді сол баланың жаңағы қарым қабілетін байқағаннан кейін сол баланың ата-анасына барады. Мәселен менің балам болса, сіздің балаңыз сізге барады, айтады. Мына балаңызды мен бәйге шабуға алсам, балаға айлық төлеймін дейді, мәселен. 120 мың, 150 мың өздері келіседі. 2 айға. Одан бөлек дейді. Бәйгешілердің арасында өзінің қалыптасқан дәстүрі бар. Кез келген бәйгеден бала орын алса, мысалы 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші орынға дейін жүлде тігіледі ғой. Сол жүлденің 10%-ын береді балаға. Айлықтан бөлек. Былай қарап отырсаңыз, ол бір жерден баланың еңбегін жемеу ғой. Өйткені бала ол жайдақ атқа шауып, қаншама шақырымдарға шабады. Соның нәтижесінде былай айтқанда қазіргі таңда бір шабандоз отбасын асырап отыр деп айтсақ. Ұялмай, қысылмай айтуымыз болады. Мысалы, бір шабандоз 3 айлық каникул дейміз ғой, жаздық каникулда көп бәйге болады ғой. Бір шабандоз мәселен, мен былтыр өзі айтады, мен бір жаздық каникулда 3 миллион, 4 миллион тауып дейді, мысалы, мәселен. Бір шабандоз одан да көп тапқан жаңағы үй ескі атасына үй салып беріп отыр қазір. Мысалға болсаңызшы. Сол өзінің түскен тапқан табысының нәтижесінде. Бірақ олар бәйге шабады екен деп 24-7 атқаруда жүрмейді. Жаңағы жұмаға дейін сабағын оқиды, сенбі-жексенбі неге келеді. Аттың жағына келеді, өйткені бала өзі шабатын атпен тіл табыса білу керек қой. Өзі танымайтын білмейтін атқа отырып шауып кетпейді ғой. Сенбі-жексенбі күндері аттың жағында жүреді, басқа күндері сабағында жүреді. Республикада аттың тұқымдарына байланысты іріктеліп өткізетін бәйгелер бар ма? Бар. Тұқымына қарай. Тұқымдарына қарай өтетін бізде қазір Қостанайда бар. Қостанай тұқымдар жоқ, асыл тұқымды жылқылардың өздерінің жеке бәйгесі бар. Жеке бәйгесі жылына бір рет өтеді. Жақында Шымкентте бәйге өтті ғой. Сол жердің ипподромы
туралы айтсаңыз. Жалпы қалай екен ипподром? Жаңа салынған ипподромның бірі ғой негізі. Жаңа салынған ипподром өте жақсы салынған екен. BI Group компаниясы салған ипподром көрініп тұр өте. Әр облыс орталығында сондай ипподром болса деп армандап кеттік. Жалпы халықаралық стандартқа сай салынған ба, аттарға жайлы ма, жаңағы ұшқыр бәйге гладкий шабыс дейміз ғой, олимпиадалық негізде шабатын аттарға деген секілді. Сондай стандартқа сай ма? Қоршауының өзі пластик трубалардан жасалған, құмы, жаңағы шабатын жұмсақ, қатты емес, не қатты жұмсақ емес, жақсы жасалған дорожка дейміз ғой. Көрермендерге отыратын орны, жалпы барлық жағдай, кеңсесі дейміз, заманауи бәрі, ат қоралары бәрі өте керемет жасалған. Ол жерде тек қана бәйге емес, көкпарға да жағдай жасалған, конкурсқа да жағдай жасалған жаңа ипподромды біз көрдік. Теңгелеуде, жамбы ату, садақ атуға. Жалпы ат спортына өте керемет жағдай жасалған. Аттардың тұратын қорасының өзі керемет жасалған. Тіпті аттарды өзінің жаңа арнайы шомылдыратын бөлмелері бар екен. Соңғы таңғалдық. Қазақстанның әр өңірінде сондай ипподромдар болса, өте керемет болады деп ойлаймын. Келек енді біз осы енді Көкбастауды маңайында өстік. Туған жеріміз сол жер. Атқа да сол жерге қарап қызығып өстік қой. Көкбастауда жылына бір рет міндетті түрде үлкен ауқымды бәйге өтетін еді. Қазір Көкбастаудан мұндай үлкен ауқымды бәйгелерді көрмей кеттік. Енді өзге өңірлерде өтіп жатқанда қуантарлық жағдай, басқа өңірлерде өтіп жатқаны да. Бірақ біздің Көкбастауда неге бәйгенің деңгейі түсіп бара жатыр? Бәйгенің деңгейі түсіп бара жатыр деп айтсақ, Көкбастау қате болады шығар жалпы. Біз осы Алматы облыстық федерациясының қолға алғаннан кейін мен есімде наурызда бір өтті. Мысалы 23-те өтті, 24-те өтті. Баяғыда Жамбыл атамыздың 150 жылдығына арнап үлкен бір бәйгелер өтетін, Сарбаби бабамыздың арнап жыл сайын президенттік кубоктар үлкен ауқымды шаралар өтетін. Сондай деңгейде өтетін бәйгелер жоқ қазір. Бұйырса алдағы уақытта жоспарда бар ондай бәйгелер. Бізде биылдың өзінде бар. 2 бәйге бар. Бұйырса 2 бәйге бар. Жалпы осы Көкбастаудың өзіне ипподромды қайтадан дұрыстап стандартқа салу жоспарда бар ма жалпы? Өте орынды сұрақ. Бұл Көкбастау енді жекенің қолынан өтіп кеткен ғой кезінде. Қазіргі таңда енді облыстық әкімдіктің қолдауымен деп айтсақ болады. Облыстық әкімдіктің қолдауымен Көкбастау мемлекеттің меншігіне өту үстінде жалпы. Ол мемлекеттің меншігіне өтсе, яғни облыстық әкімдіктің, облыстық спорттық басқармаға, облыстық спорт басқармасының меншігіне өтсе, ол жерге де болашақта жаңағыдай жағдай жасау жоспары бар негізі. Оны облыс әкімі Марат Елеусов былтыр өзі жаңағы Алматы облыстық бәйге федерациясының қорытынды жиынында сондай сүйінші хабар айтып бізді бір қуантқан еді. Жалпы бұл болашақта бар дүние. Негізі Көкбастаудың жерінің заң түрде көлемі қанша? Қанша гектарды құрайды? Жалпы жаңағы атшабар алаңы бар, басқа да қосымша жерлерімен қателеспес 100 гектар шамасында болады. 100 гектар шамасында. Қоралардан бөлек. Енді осы Көкбастауды ашқан осы алдыңғы буын ағаларымыз қазір ақсақал болып қалды. Орынтай ағаларымызға рахметімізді айтамыз. Үлкен осындай ең алғаш ипподромды қолдан келгенше ол кісілер енді құрып кетті ғой. Ары қарата енді өркендетіп дамыту біздердің болашақ ұрпақтың қолында. Қазақ осы аттың үстінен түспеген халық қазіргі әлемде мойындалатын олимпиадалық жарыстарда, үлкен додаларда біздің өзіміздің қолтумалар, оның ішінде қолтумадан бөлек қазақтың брендіне айналған Қостанай жылқысы, осы нағыз шабыс осындай жылқылар адай бар. Осындай аттарымыз халықаралық деңгейде нәтижесін көрсетсін деп тілейміз. Рахмет келгеніңізге. Сіздерге де рахмет. Бәйге федерациясы бұйырса үлкен жетістікке жете берсін. Қызметіңізге береке тілейміз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі біздің подкастымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.